Қазаққа демократия керек пе? Билікте сайлаулардың бәрі өтірік. Ең әуелі сөз бостандығы болу керек. Мәселен, имамдардың арасынан айронмендер қашан шығады? Бір айға жуық кайдзенді түсіндірдім. Ортада 12 ғасырдың сабақтастығы жоқ. Яғни мемлекеттің де қателігін айту керек. Имам болу өз еркің, азамат болу парызың. Біздің ең алғашқы міндетіміз әділетті айту. Бақытты болу үшін адамға не керек? Бұл Бақытжан Бұқарбаймен бас қосу. Бүгін бізде қонақта Исламтанушы Қайрат Жолдыбайұлы. Қайрат мырза, уақыт тауып бізге сұхбатқа келгеніңізге рахмет. Қазір немен айналысып жатырсыз? Қай саладасыз? Қандай мәселелердің басын көтеріп жүрсіз? Өзіңе де рахмет осындай дидарласуға ұйытқы болғаныңа. Енді мен жалпы исламтанушымын. Негізгі аудиториям сол мұсылмандарға ағартушылық бағытта жұмыс жасау. Енді мен нақты бір іспен айналысып жатырмын деп айта алмаймын. Негізгі ресми қызметім мен Нұр-Марак университетінде ұстазбын және Нұр-Марак мешітінде бас имаммын. Сонымен қатар енді қоғамдағы кейбір мәселелерге байланысты әлеуметтік желіде пікір білдіріп тұрамын. Қайырымдылық іс-шараларын ұйымдастыруға атсалысамын. Жалпы осы. Сіз Ислам KZ порталының бас редакторысыз. Қазір интернет кеңістікте діни бағыттағы ресурстар жетерлік. Діннен хабары жоқ адамдар үшін барлығы Алла ұлық деп жазылғанның бәрі бірдей болып көрінуі мүмкін. Бірақ солардың таза, сауатты, дұрыс бағытта екенін қалай білуге болады? Және оларға қатысты қандай да бір сүзгі бар ма? Енді жалпы интернет ресурстарын, әлеуметтік желіні сүзіп отыратын білімші істер комитетінде арнайы мамандар отыр. Арнайы бағдарламалар бар. Экстремистік бағытта қоғамға теріс пікір туғызатын аудио, видео немесе қандай да бір жазбаны сүзгіден өткізетін арнайы бағдарлама бар негізінде. Егер қандай да бір топ немесе белгілі адам интернетте экстремистікке шақырған үндеулер жариялайтын болса, оны бірден жаңағы хабар бере қоятын арнайы бағдарлама бар. Сонымен қатар енді кез келген кітап дін істері комитетінің сараптауынан өтуге тиіс. Белгілі бір магазинде сатылу үшін міндетті түрде сол құжат талап етіледі. Бұдан бөлек нәрсе енді діни басқарманың мамандары қарау мүмкін, жаңағы қандай да бір теріс ақпарат болса, бірден түсініктеме беретін. Басқа енді қалған нәрсе ол оқырманның сауаттылығын арттыру керек. Жаңағы критическое мышление, сындарлы ойлауды үйретуіміз керек. Оның басқа бір сүзгісі жоқ деп ойлаймын. Елдегі діни ахуалды ішкі саясат өкілдерінен бастап ұлттық қауіпсіздік комитетіне дейін бақылап отыр. Ал бұл жерде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының компетенциясы қандай және ол қандай функция атқарады? Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы өзін мұсылманмын деп санайтын халыққа бұрыннан келе жатқан тарихи діни сабақтастықты насихаттау, соны елге жеткізу, теріс ақпараттардың алдын алу бағытында ағартушылық жұмыстарын жүргізеді. Өздерінің әрине құзырет берілген шеңберде. Негізгі бағыты осы діни басқарманың. Ал енді мемлекеттік мекемелер жалпы діндегі енді алауыздықтың алдын алу бағытында, діндер аралық келіспеушіліктердің алдын алу бағытында қадағалау жұмыстарын үйлестіреді, жасайды. Енді бұлар сырттан қадағалау керек, және заңға қайшы әрекеттер болып жатса, соны ескертіп, еске салып отырады. Заң бұзушылықтар болып жатса, оны заң шеңберінде жауапқа тартады. Халық арасында осы муфтиятқа қатысты бірнеше пікірді өзім кездестірдім, естідім. Мәселен, бұны министрлік деп қабылдауға болады дейді. Жекелеген бір мемлекеттік орган ретінде қабылдаса болады. Діни істер министрлігімен іспеттес. Біреулер айтады, бұл жерде қызметшілердің бір бөліктері ол комитет өкілдері дегенде пікір бар қоғамда. Енді бізде дін мен мемлекет бөлек деген қағида бар ғой. Осыған қатысты сіз қандай пікір айтар едіңіз? Енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы заң тұрғысынан ол діни бірлестік қана.
діни бірлестік қана, оның құзыреті ондай үлкен емес. Діни бірлестіктің жарғысында көрсетілген шеңберде ғана қызмет ете алады. Ол мемлекеттік мекеме емес, ол заң құқық қорғау органы емес, ондай ешқандай құзыреті жоқ. Ол министрлікте емес, жай діни бірлестік. Комитеттің қызметкерлерін біз кімнің комитеттің қызметкері екенін біле алмаймыз. Ол енді кез келген министрлікте болуы мүмкін, кез келген журналист болуы мүмкін. Сол сияқты біздің діни басқарманың ішінде де кейбір имамдар немесе дін қызметкерлері болуы мүмкін. Бастысы ол адам ол жерде жүріп заңға қайшы әрекет жасап жатыр ма, соны қадағалау керек деп ойлаймын. Қалған нәрсесін біз енді анықтап, сен мына жақтан екенсің деп біз оларға шектеу қоя алмаймыз, өйткені заң тұрғысынан олай біз оны анықтай алмаймыз. Бізде билік қандай болса, сондай муфтият бар деген сөзіңіз бар екен. Билік қандай, муфтият қандай? Енді билікте сайлаулардың бәрі өтірік, формально жүзеге асады. Мен осы уақытқа дейін бірде-бір сайлаудың әділ өткендігіне сенбеймін. Сондықтан муфтилердің жаңағындай дербес альтернатива болмағандықтан толық сайлау құрылтай өзінің функциясын атқарды дегенге де мен иланбаймын. Мына сайлау алдында бір постыңызда жаздыңыз ғой, дауыс ұрлау харам деп. Осы үндеуіңіз кімге болса да жаңағы биліктегілерге әсер етті ма? Енді билік кез келген нәрсеге баруға дайын деп ойлаймын. Сондықтан ол мен сияқты бір қарапайым адамның харам деген сөзіне негізге алып артқа шегінеді деген түсінік өз-өзімді алдау болатын шығар. Бірақ біз өзіміздің бір дін адамы ретінде осындай дұрыс емес нәрсені дұрыс емес деп айту, ақты ақ, қараны қара деп айту міндетіміз деп ойлаймын. Сосын енді ол иман мәселесі, ол жердегілердің бәрі сол арам, адалды негізге алады деп мен ойламаймын. Саясат, жылтыр, тайғақ, мұз. Әділ сайлау өтпеді дейсіз, бұл жерде мына сұрақты қоймасам болмайды. Әділ сайлау өту үшін, демократиялы тұрғыда сайлану үшін не істемек керек? Енді Бақытжан бауыр, мен саясаткер емеспін. Азамат ретінде. Азамат ретінде айтарым, ең әуелі сөз бостандығы болу керек, толық. Екіншісі, жаңа партиялардың құжаттық тұрғыдан, заң тұрғысынан өтуіне барлық жағдай жасалу керек, ешқандай қысым болмау керек. Сосын тәуелсіз сот болу керек. Сол кезде мен ойлаймын, демократияның басты құндылықтары орнайды, ары қарай әділ сайлауға жол ашылады. Сосын бақылау, мысалға жаңа сайлау процесін бақылау, әділ өтіп жатыр ма, бүкіл жағдай жасалу керек деп ойлаймын. Толық жаңағындай әділетті өтетіндігіне халық сену керек. Қазіргі таңда ондай жағдайды біз байқамай отырмыз. Тәуелсіздік жылдарында дәстүрімізді қайтардық, исламға бет бұрушылардың саны артып жатыр. Бұл барлығы әрине жақсы үрдіс. Ал енді қазаққа демократия керек пе? Қазаққа әрине демократия керек. Ол демократия қазір енді адамзаттың үлкен құндылығы болып отыр ғой. Еркіндік, ой еркіндігі. Сондықтан қазаққа демократия керек. Әрине әр елдің демократиясы әртүрлі болуы мүмкін. Кішкене мүмкін бейімдеу керек шығар. Мүмкін біздің еліміздегі кейбір жағдайларды ескеріп, мүмкін қосымша жаңағыдай хаосқа, анархияға айналып кетпес үшін қосымша бір шарттар қою керек шығар, оны мен білмеймін. Бірақ жаңағы еркіндік, ой еркіндігі, демократияның басты құндылықтары болу керек деп ойлаймын. Қоғамда әртүрлі пікір кездеседі. Сондай пікірлердің бірі біздің қоғам дәстүршіл болып бара жатыр, діншіл болып бара жатыр. Бұндай жағдайда демократиялық құндылықтардың көрініс табуы екіталай дейді. Осы пікірмен келісесіз бе? Енді келіспеймін. Жалпы әр адамның өзінің шеңбері, шекарасы бар деп ойлаймын. Сол шекарадан өтпесе болды деп ойлаймын. Енді мысалы біз біреуге құқық береміз, сенің құқығың осы деп. Бірақ оның құқығы басқа бір адамның құқығының шекарасынан өтіп жатса,
онда ол демократия емес. Мысалға, батыста мысалға жаңағы еркек пен еркек үйленіп бала асырау құқығына ие болып жатыр. Ал енді біз жаңағы екі сол елдің азаматына құқық беріп отырмыз. Олардың бала асырауға деген ниетін, талпынысын қанағаттанып отырық дейік, заң тұрғысынан. Бірақ біз баладан сұраған жоқпыз ғой. Сенің осындай ата-анаң болуға сен келісесің бе деп. Біз ана екеуінің ниетін орындадық, бірақ ана балаға біз сұраған жоқпыз. Оның құқығына біз шекарасына өтіп кеттік. Сондықтан меніңше жаңағыдай дін егер басқа адамның құқығына шектеу қойып жататын болса, немесе басқа адамдар белгілі бір адамның діни наным сеніміне нұқсан келтіріп жататын болса, меніңше заң шеңберінде бұл реттелу керек деп ойлаймын. Көп адам демократия десе, осы батыстық демократияны мысалға келтіретін болса, бір жыныстылардың неке қиюға мүмкіндігін атап өтеді. Бұл тарихи тұрғыда демократия институттар қалыптаспаған қоғам мүшелері үшін демократияның бұрмаланып қабылдануына алып келмей ме? Осын сұрап білгім келеді. Өйткені шынымен де көп адам демократия ол мықты институттар екенін біле бермейді. Ол әділ сайлау, ол басқа да институттар. Бізде халықта негізінен ассоциация демократия ол батыс, ол бір жыныстылардың неке қию мүмкіндігі деп қабылдайды. Оның көлеңкелі жақтарын ғана елестету ол дұрыс емес деп ойлаймын. Демократия жалпы ол ой еркіндігі, әділдік, қоғамның бір-біріне құрметпен қарауы, төзімділік таныту, адам құқықтарын сақтау осы ғой басты құндылық. Заңның жұмыс істеуі, тәуелсіз соттың жұмыс істеуі, құқықтың салтанат құруы, мен демократияны солай түсінемін. Ал енді бізге келмейтін, біздің өзіміздің ұлттық менталитетімізге, дінімізге, негізгі тарихи қалыптасқан құқықтарымызға дейікші, табиғи дала заңына сай кейбір нәрселер біздің жаңағы көлеңке түсіріп жатса, оны қарау керек. Бірақ жалпы демократияны жамандау меніңше дұрыс емес. Әрине, өзіңізді демократпын деп айта аласыз ба? Демократпын деп айта алмаймын, бірақ демократияның құндылықтарын жақсы көретін бір адам деп айта аламын. Не үшін өзіңізді айта алмайсыз демократпын деп? Ол үшін сол жолда күресу керек, сол жолда еңбек ету керек. Меніңше әр нәрсені өзінің атауымен атаған дұрыс деп ойлаймын. Сіздің жеке кәсібіңіз бар екенін білеміз. Қазіргі дін қызметкерлері қалай өмір сүреді? Бәрінде өзінің жеке кәсібі бар деп айтуға болмайтын шығар. Олардың жалақысы қалай реттелген? Тұрмыс деңгейі олардың сауатын арттыруға, халыққа дұрыс ілім таратуға әсер ете ала ма? Негізінде бұл мәселені мен діни басқарманың жауапты қызметінде жүрген кезде де көтерген болатын. Әлі де бұл күн тәртібінен түскен жоқ деп ойлаймын. Имамдардың тұрақты бір отбасын асырайтындай айлығы қарастырылмаған. Енді бізде мемлекет арнайы фондтар құрып, бүкіл имамдарымыздың, дін қызметкерлерінің жағдайын жасау керек деп ойлаймын. Себебі ол дін адамдары, діни қызметкерлер осы қоғамның руханиятын насихаттап жүрген және қоғамға керек бір адамдар. Бұл реттелмеген жағдайда ол жүйесіз түрде реттеле бастайды. Ол кейде хаосқа, кейбір түсініксіз жағдайларға алып келуі мүмкін. Имамдардың халыққа тәуелді болып қол жаюы ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сөз өтпейтін болады және кейбір келеңсіз жағдайларда орын алуы мүмкін. Адамда қажеттілік болған кезде адами факторлар орын алып жатады және бұл белгілі бір имамға, белгілі бір адамға емес, ол діннің атына кір келтіруі мүмкін. Сондықтан имамдар алаңсыз өз қызметтерін дұрыс деңгейде атқару үшін арнайы қорлар құрылып, енді қазір қорлар бар, бірақ олар өз функциясын қажетті деңгейде атқара алмай отыр. Меніңше осы жағына мән беру керек деп ойлаймын. Енді қазір бізде мемлекет неге ақша бөлмейді десе, біз зайырлықты алдыға тартамыз. Онда басқа дін өкілдері де ақша сұрай бастайды деген сияқты. Шын мәнінде осы түсініктен жапа шегіп отырған тек мұсылмандар. Енді кез келген діни конфессияның, кез келген діннің артында
алпауыт мемлекеттер бар. Ол мысалға бізде православ діні, оның басшылары Москвадан тағайындалады, және қаржы Москвадан келеді. Сонда біз өз елімізде тұрып, аналарды ойлаймыз да, имамдарымызға айлық беруден тартынып жатамыз. Меніңше бұны бір реттеуге болады деп ойлаймын. Ниет болса, қаржының көзін тауып, фонд арқылы басқа жағдайларда меніңше бүкіл діни қызметкерлердің айлығын реттеу керек деп ойлаймын. Бірақ тағы бір қорқынышты мәселе бар бұл жерде. Егер мемлекет толыққанды діни қызметкерлердің айлығын беретін болса, онда біз сендерге айлық беріп жатырмыз, біздің айтқанымызды істейсіңдер деп оларды саясатқа қолжаулық немесе құрал жасап жіберуі мүмкін, немесе қандай да бір өздерінің наным сенімін негізінде өмір сүрулеріне бөгет болуы мүмкін. Осындай бір жағдайларда болуы мүмкін. Сондықтан меніңше бұл бағытта ғұламалар кеңесі, муфтият бір дұрыс шешімді қабылдап, ұсыныстар жасап, осы мәселені шешу ең өзекті күн тәртібінде тұрған мәселе ретінде қарау керек. Қаржы тақырыбын ары қарай жалғастырайық. Діни қызметкерлер Құран оқуға шақырып барған жерден алған ақылары өз табыстары болып есептеле ме діни қызметкерлерден? Енді бұл көңіл ісі. Енді мен имамдарды алсын алмасын деп айта алмаймын. Егер өздері көңілдермен беріп жатса, сыйлық ретінде, басқа не ретінде алуға болатын шығар. Бірақ жалпы мен өзім, өз тәжірибемде осындай нәрседен қашу үшін сонау Египеттен оқып келерде өзіме уәде бергем. Мен ешкімнен бір тиын да алмаймын. Өз күнімді өзім көремін деп ниеттеніп, Аллаға шүкір, сол уәдемді орындауға тырыстым. Талай кісілердің жаназасын шығардым, үлкен қуаныштарында болдық, қиын жағдайларында болып, бірақ жаңа ұсынған ақшаларынан мен бас тарттым. Бір кісіден ғана алуға мәжбүр болдым. Ол Әбіл Нұрпейісов ағамыз, қызы қайтыс болды. Алдында сол дем салып, үлкен кісінің өтінішімен үйіне барып жүретінмін. Сосын қайтыс болғаннан кейін жаназасын шығардық. Сосын бір конверт ақша берді маған. Енді ана кісі қол қалтырап тұр, ал дейді. Мен айтам, ала алмаймын деймін. Сонда менікін де алмайсың ба дейді. Сосын бір шартпен аламын дедім. Қандай дейді? Мен қазір бұны алам, Нұрмарк университетіне шәкірттерге апарып беремін. Өйткені менің принципімде осындай нәрсе қалыптасқан дедім, жарайды деп құшақтап сол кезде берген. Сол бір оқиға есімде, қолынан алғандығым. Басқа оқиға жоқ. Енді мен бұны айту маған оңай. Неге? Өйткені мен кітап жаза аламын, басқа менде кіріс көзі бар. Кәсібім бар, қазір Құдайға шүкір. Бірақ мен бүкіл имамдарға мен осындай талапты қою үшін олардың мен жағдайын жасауым керек. Система соны талап ету керек. Сондықтан мен имамдарға да түсіністікпен қараймын. Егер біреудің тойына барып, некесін қиып, немесе бір жаназадан кейін сыйлап, еңбегін бағалап беріп жатса, өзі сұрамай, ақысын бекітпей, енді алма деп те айта алмаймын. Өйткені олардың алатын 50 мың теңгесі, 40 мың теңгесі олардың күнкөрісіне жетпейді. Олар да бала асырап отыр, олар да жақсы үйде тұрғысы келеді, олар да көлік мінгісі келеді, олар да бір қуанышқа, біреудің тойына барып сыйлық бергісі келеді, ағайына көмектескісі келеді. Сондықтан мен имамдарға жалпы түсініспен қараймын, бірақ бұлай жалғаса беру дұрыс емес. Бұны белгілі деңгейде шешу керек. Садақадан жиналатын бюджеттің үлестірілу мәселесінде ашықтық болу керек пе? Енді ашықтық қоғам күдігін сейілту үшін мен ойлаймын керек. Біз соған ертелі кешпей өтуіміз керек. Өйткені біріншіден діни басқарма тап-таза мөлдір болып тұру керек. Ол туралы ешқандай бір теріс пікір болмау керек имамдар жайлы. Сондықтан қазіргі таңда енді бұл ашықтықты реттеу, мына технология дамыған заманда еш қиындық жоқ. Ниет болса тек. Ниет болса реттеуге болады деп. Сол ниет бар ма? Сізде бар енді, барлығында бар ма? Кез келген жаңағы адам бұл ниетті асыру үшін сол жаңағы инструменттер дұрыс ойластыру керек. Енді муфтияттың бұған байланысты бір талпыныстары бар қазіргі таңда. Бірақ қаншалықты деңгейде оны жүзеге асырылады, мен қазір айта алмаймын. Жақсы түсіндім. Нұрмарктың шәкірттері ертең еліміздің ауыл аймақтарына тарап ілімді насихаттайды, уағыздарын жүргізеді, халықпен жұмыс істейді. Бұл жерде тек діни
ілім алып жатыр ма Нұрма Баракта, немесе зайырлы қоғамның білімінде алып жатыр ма, жан-жақты білім? Университет болған кейін бұл Нұрма университеті біздің ғылым білім министрлігіне қарайды. Оның тек қана діни кітаптарды оқытпайды. Сол жаңағы кез келген университеттің жұмыс істеуіне қосылған шарттар бар, белгілі бір міндеттемелі пәндер бар, философия сияқты, қазақ тілі сияқты, басқа да жаңағы оқыту тиіс пәндер қатар оқытылады. Сондықтан тек қана діни мәтіндерді немесе діни еңбектерді оқып қана мамандық иесі болмайды олар. Нұрма Барактағы уағыздар кезінде заманауи тақырыптар ескеріле ме? Мәселен, уағыз айтқан кезде, жұма намаз кезінде уағыз барысында болашаққа бағытталған тақырыптар көтеріле ме? Қазіргі трендтер ескеріле ме? Мәселен, мұсылман болашақтың трендтеріне дайын болу керек, қалай дайын болу керек, жолдары қандай дегендей тақырыптар қозғала ма? Құдайға шүкір, білімді имамдарымыз, дін мамандары көбейіп жатыр. Олар да қоғамның талабын, сұранысын қанағаттандыруға ниетті, солай жасатқан имамдар бар. Әрине бізде маман тапшылығы да бар. Сондықтан бүкіл мешіттерде керемет осы қазіргі таңдағы қоғамның тынысын дөп басып, соған бағытталған уағызды бүкіл мешіттер айтып жатыр деп айта алмаймын. Бірақ ондай мешіттер көп, және жыл өткен сайын мамандар дайын болған сайын қатары көбеюде, Құдайға шүкір. Ал енді Нұрмаға келетін болсақ, бізде жаңа кейбір келген жамағат бір семинарға, бір коучқа келіп отырғандай әсерде болады. Өйткені біз оны кәдімгі заманауи тілменен, тіпті мен бір айға жуық кайдзенді түсіндірдім саған. Жаңағы 5С-ті, басқа нелерді дінмен салыстырып, басқа нелермен салыстырып, діни құндылықтармен салыстырып, осындай нәрселерді түсіндіреміз. Басын бастаған кезде бұл семинар келген сияқты болады, жаңағыдай. Сосын барып аят хадистермен келтіріп, үйлестіріп, мұсылман деген осылай болу керек деген кезде олар рахметтерін айтып, риза болып кетіп жатады. Әлі күнге дейін мен жаңағы әр тақырыбымды философиямен, психологиямен байланыстырып айтам. Мысалға қазіргі эмоционалды зерде деп жатырмыз ғой, эмоционалды интеллект. Менің соңғы 4 уағызым сол эмоционалды интеллектке байланысты айтылды. Дінде не дейді, біздің абайымыз не дейді бұл жайлы, шәкәрім не дейді, жаңағы адам өзінің эмоциясын басқаруы, сезімдерін басқара білу, жүректің ақылға әсері, ақылдың жүрекке әсері, осы сияқты тақырыптарды мен осы соңғы 1 ай тек қана осыны айттым. Интернетте бар ма бұл? Интернетте емес, мен бұны кітап қылып шығаратын болғандықтан интернетке салған жоқпын. Бірақ менің жұма уағыздарым тікелей эфирде өтеді. Жаңа Инстаграмда. Үлгергендер көріп алады. Үлгергендер көреді. Қалған мен енді толықтырып, осы кемел адам деген кітап жазып жатырмын. Сол жерде саламын. Мынадай сұрақ қойайын, бізде заман трендтеріне ілесетін имамдар, мәселен, имамдардың арасынан айронмендер қашан шығады, қалай ойлайсыз? Бұл ұсыныс маған да айтылған, бірақ енді ол бір адамның дамығандығының көрсеткіш деп қабылдамаймын. Әр адам өзінің ісімен айналысу керек. Мысалға, мен жүзуге барам. Мысалға, мен 2-3 километр жүзем. Бірақ мен ары қарай мен 7 километр жүзім керек, мен ашық теңізде мынандай жерге дейін барым керек деген нәрсе жоқ. Өйткені әр адам өзінің ісімен айналысу керек. Мен оған қиятын уақытымды басқа жаққа жұмсаймын. Мүмкін менің хоббиім басқа шығар деген сияқты. Сондықтан мен оны бір жетістіктің өлшем ретінде қарамаймын. Әр адам өзінің несін істеу керек. Мүмкін әрине 1-2 адам шықса, қоғам бір таңғалуы мүмкін. Мынандай имам мындай неге қатысыпты деген сияқты бір қоғамда бір жақсы пікір қалыптастыру мүмкін. Енді онымен айналысатын адамдар бар шығар. Бірақ жалпы өзім оны бір нағыз жетістіктің көрсеткіші ретінде қарамаймын. Дін қызметкерлерінің сауаты қандай механизммен реттелген? Олардың теріс көзқараста емес екенін қалай байқайды? Бізде кез келген имам қызметке алынған кезде, ол қай жерде оқыды, соған бірінші кезекте назар аударады, шынымен маман ба деп, сосын аттестация болады. Кез келген қызметкер
жұмысқа тұрар кезде арнайы сынақтан өтеді. Сол жерде сұрақтарға дұрыс жауап беріп жатса, оны имам ретінде қарайды. Ал егер ол жерде бір нәрсесін жасырып қалып, анықталмай қалса, кейін анықталған жағдайда олар жұмыстан шығарылады. Жұмыстан шығару дұрыс механизм деп ойлайсыз ба? Дұрыс әдіс деп? Енді мынандай нәрсе, егер бір адамның наным сенімі қисық болатын болса, оның экстремистік көзқарасы болатын болса, ол заң бойынша ол дұрыс емес. Өйткені сіз бір адамға жаныңыз ашиды, бірақ оның бүлігі, тәрбие отқан жамағаты басқа бағытта кетіп қалатын болса, ол да қате деп ойлаймын. Сондықтан егер ол адамның пікірі сонда қоғамды бүлдіретіндей болса, онда заң шеңберінде реттеу керек деп ойлаймын. Діни кадрлерді дайындайтын оқу орындары медреселердің деңгейі қандай? Әрине көш жүре түзеледі дейді. Медреселер жыл сайын дамып өзгеріп отыр. Бірақ бір мәселе бар. Біз енді мына дінді насихаттаған кезде көбінесе 12 ғасыр бұрынғы исламды насихаттаймыз. Одан кейін бар бірден 21 ғасыр өтіп кетеміз. Ортада 12 ғасырдың сабақтастығы жоқ. Яғни біз 12 ғасыр бойы мұсылманбыз ғой. Біздің өзіміздің дәстүріміз бар, біздің өзіміздің әулие абыздарымыз бар, біздің өзіміздің ғұламаларымыз бар, өзіміздің билердің айтқан үкімдері, шешімдері бар, неше түрлі ғибратты оқиғалар бар. Олар көбінесе айтылмайды. Неліктен? Өйткені соларды жинақтап, зерттеп жатқан жүйелі бір институт жоқ. Жекелеген адамдар бар, Алла разы болсын, әртүрлі кітаптар жазып жатыр. Бірақ имамдардың қолына кез келген имам уағызға шығар кезде бір 5 томдығын алып, сол жерден бүкіл керегін тауып алатындай біз әлі база қалыптастырған жоқпыз ғылыми. Мен ұлттық кеңес мүшесі ретінде ұсынған ұсыныстардың бірі осы ислам зерттеу орталығын институтын ашу керек болатын. Ұсыныс жасалды. Қазір муфтият осымен айналып жатыр, ислам академиясы деп. Енді арғай жұмыстың нәтижелігі қалай болады, оны уақыт көрсетеді. Және діни басқармаға бұл үлкен сын. Өйткені президент деңгейінде ұсыныс айтылды. Арғай енді одан нәтиже шығару керек деп ойлаймын. Қайрат мырза, мынандай сұрақ бар. Қордай жанжалының бір себебі ретінде жергілікті халық ұлтараздық жанжалды айтады. Мәселен, дүнген және қазақ екеуі де мұсылман өкілдері болғанымен, тек әркім өзінің мешітіне барады, әр ауылдың өз имамы ғана бар, бір-бірімен араласпайды деген тәрізді себептерді айтылды. Сіздің ойыңызша бұл қаншалықты мүмкін, және бір дін болғанымен ұлтшылдық қаншалықты басым түсуі мүмкін? Бұл жердегі мәселе тек қана діни мәселе емес. Біріншіден, бұл біздің тіліміздің Қазақстан ұлттар арасында кең тарамағандығының қолданыста жоқ екендігінің көрінісі. Мысалға, ол шешен мешіттері болуы мүмкін, тәжік ауылдары болуы мүмкін, басқа жаңағындай ұлттар болуы мүмкін. Солардың өкілдері қазақ тілін қаншалықты біледі? Жалпы оларды қоя тұршы, біздің қазақтардың өзі қаншалық қазақ тілін біледі? Бұл мәселе ғой. Сондықтан қазақтар өздерінің тілін білмей жатып, біз қазір барып, анау тәжік мешітінде, 100% тәжік жиналатын елді мекенде біз қазақша уағыз айтсақ, олар қалып түсінбейді оны. Мысалға да. Оның эффекті жоқ деген сөз. Сондықтан меніңше бірінші кезекте ол діни мәселеден бұрын біздің идеологиямызды, тіліміздің мәртебесін көтеру, әр Қазақстан азаматының осы елдің мемлекет тілін білу мәселесін көтеруіміз керек деп ойлаймын. Соны шешуіміз керек деп ойлаймын. Әрине, ол әр ұлт өзінің ұлтын сүйеді, өзінің тілін сүйеді. Сондықтан мешітінде қандай уағыз айтылып жатса, сол жақын болса, соған барады. Мысалға, дүнген тілінде айтылып жатса, дүнгенге барады. Тәжік тілінде айтылып жатса, өзінің ұлтының тілі айтылып жатқан жерге барады. Қазақ керісінше ол жерге бармайды. Өзінің қазақ имамын тыңдайды. Сондықтан меніңше бұл жерде жалпы халық мемлекет тілді білу керек. Сосын мешіттерде мемлекет тілде жаппай уағыз айтылу керек. Сол кезде меніңше бұл жаңағы анаң мешіті, мынаның мешіті деген мәселе ортадан алынып тасталынады. Дін биліктің құралы ма деген тақырыпқа келейік. Соңғы кездері биліктің дін өкілдерін қоғаммен байланыс орнатуда пайдаланатын, тіпті қоғамдық көңіл күйді реттейтін құрал ретінде қолданып жүрген сценарийлерді байқап қаламыз. Мәселен,
арыс оқиғасы кезінде ашуланған халық алдына мешіт имамы шықты, митингке шыққандарға қатысты белсенділер теріс пікір білдіреді. Конституциямызда зайырлы мемлекетпіз деп жазылғанмен діннің саясаттың бір құралы болғанын қалай түсінеміз? Енді мемлекетте кейде бір шарасыздықтан, өздерінің қателіктерін басқаша реттеудің жолын таппағандықтан кейде діни мамандарды осы халыққа сөз өтеді ғой, халыққа бір басу айтсын деген ниетте кейбір мамандар шақыру мүмкін. Жалпы егер бір жерде бүлік болып жатса, оның алдын алу үшін дін мамандары шығып сабырға шақыруы, мен ойлаймын, ол табиғи құбылыс. Бірақ дін мамандар бір жақты болмау керек, әділ болу керек. Яғни мемлекеттің де қателігін айту керек. Мемлекеттің жіберген мынандай қателіктері бар. Оны біз сіздермен бірге талап етеміз. Мынандай қателіктері бар деп халықтың да үнін айта отырып сабырға шақыратын болса, бұл өтімді болады, және бұл әділ болады. Ал бір жақты тапсырыспен сабыр шүкір етіңдер, мыналарың бөлек, мыналарың дұрыс емес деген сияқты бір жақты үндеулер, бір жақты басулар, бұл ешқашан өтпейді, және бұл саясаттың құралы болудың бір көрінісі болады. Сондықтан имамдарымыз, мен де талай посттарымда, талай кейбір кісілерге қарсы шыққан кезде осыны айттым, сіз бір жақты ғана халықты сабырға шақырасыз, бірақ неге биліктің қателігін айтпайсыз? Егер айтқыш болсаңыз, онда халықтың, биліктің де қателіктерін айтыңыз. Одан кейін барып сабырға шақырасыз ба, басқаға шақырасыз ба, ол сіздің құқыңыз. Бір жақты дінді пайдаланып алып, сабырға шақыру, ол дінді саясатқа құрал ретінде қолдану, және адамдардың діни сезімін қолдану. Және бұндайдан имамдар сондай нәрсеге баратын болса, ол имам істеді демейді, оның ар жағында дін болғандықтан дінді кінәлайтын болады. Халықты діннен суытып аламыз. Мысалға, мен бір уағызымды сайыспен араласып айтқан емеспін мешітте. Және қарсымын. Билікті мақтап та, даттап та айтпаймын. Ол жерде адамзаттың басты құндылықтар айтады. Өйткені ол жерге келіп отырған әртүрлі саяси көзқарастағы адамдар. Біз өз көзқарасымызды мінбер арқылы тықпалауға тырысатын болса, қандай да бір партияны мақтайтын болса, онда ана жерде отырған адамдардың дінге деген көзқарасы өзгеріп кетеді, суып кетеді. Діннен бездіріп жүреміз. Сондықтан мешіттің мінбері ешқашан саясатқа қолжаулық болмау керек деп ойлаймын. Ал енді кері жағдайды елестетіп көрсек, мәселен, мешіт имамы митингке шығу әркімнің құқығы десе, немесе басқашалай өзінің азаматтық ұстанымын білдіруі қалыпты жағдай бола ма? Қалай ойлайсыз? Меніңше, қазір енді кері қарай тартып алып кететін үндеулерді мешіт айтпаған дұрыс. Өзінің әлеуметтік желісінде айтсын, бірақ жаңағы саясатқа байланысты басқа бір мәселелер, ол митинг бола ма, басқа бола ма, ол жерде ол бір шеті шығатын болса, ары қарай алып кете береді, және мешіттің жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан кішкене парасатты болуымыз керек. Оны мен мысалға әлеуметтік желіде айтып жүрмін. Айтатын адамдар айтты. Сосын имамдардың бәрі қоғамда болып жатқан үдерісті, қоғамда болып жатқан келеңсіздерді жаппай айтсын деуде дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені оның бәрі дұрыс айта ала ма? Жаңағындай шеңберінен шықпай, өзінің орта жолын сақтап. Сондықтан белгілі бір тұлғалар, осы діни салада жүрген ғалымдарымыз бұл істі айту керек деп ойлаймын, керек шеңберде. Бірақ мешітті қандай жағдайда болсын, меніңше саясатқа құрал жасамау керек. Әлеуметтік желіде белсенді екеніңізді білеміз. Сіз үшін әлеуметтік желіде пікір білдіру бұл не? Саясатқа араласу ма, немесе бір азаматтық белсенділік таныту ма, немесе өзіңіздің эксперттілігіңіз үшін жұмыс істеу ме, қалай? Меніңше бұл Құранның үкімін орындау, адамдарды жақсылыққа шақыру, жаманшылықтан тыю. Қоғамда бір әділетсіздік болып жатса, бұл біздің ең алғашқы міндетіміз әділетсіздікті айту. Енді байлығын ұрланып жатса, тоналып жатса, көпе көрінеу басқа бір адамдар жапа шегіп жатса, ол жерде үнсіз отыра беру дұрыс емес деп ойлаймын. Мынау дұрыс емес деп айту, бұл біздің міндетіміз. Сондықтан мен ойлаймын, азаматтық міндетімді атқарып жатырмын. Сіздің ұстанымдарыңыз, әдістеріңіз еліміздегі басқа имамдарға, басқа имамдар үшін рөлдік модельге айнала алды ма? Айнала алды деп толық айта алмаймын, бірақ біздің ұстанымымызды көріп, біздің қатарымызға қосылып, Асқар Сабдин сияқты басқа да бір-екі адам
қазір ойларын ашық айтып жүр. Өзіңізді рөлдік модель болуға лайықты тұлғамын деп санайсыз ба? Тұлғамын деп санамаймын. Не жетпей тұр? Мен қатардағы бір адаммын. Жалпы мен осындаймын, мен мынандаймын, мен модельмін, мен өзімнің функциямды атқарып жатырмын деп айтудың өзі жалпы менің өзімнің өмірлік ұстанымыма қайшы. Қандай жетістікке жетсем де, қандай бір басқалар істемеген істі істесем де, мен кереметпін, мен үлгімін деп айтуды өзім дұрыс санамаймын. Айтпасаңыз да сондай үлгі болуға тырысасыз ба? Үлгі болуға тырыспаймын, мен просто міндетімді атқарамын. Жақсы атқарасыз, жақсы атқаруға тырысасыз. Атқаруға тырысамын. Қолымнан келгенше, әрине менде кемшіліктерім болуы мүмкін, қажетті деңгейде жасай алмауға мүмкін. Бірақ мен біреуге үлгі болып, мен осылай істейін емес. Жалпы істелу керек нәрсе, өзім ұнатамын, ішкі құндылығым соны дұрыс дейді, соны жасаймын. Ал үлгі ала ма, алмай ма, мен оған көп басым қатырмаймын. Бәлкім үлгі болу керек те шығар, өйткені Даннинг-Крюгер синдромы бар екенін білеміз ғой. Ізденісте жүрген білімді адам керісінше өзін үлгі ретінде көрсетпеуге тырысады, ыңғайсызданады, сыпайылығы басым болады дегендей. Осындай жағдайда керісінше лайықсыздар алға шығып кетуі мүмкін. Жалпы Мәулананың бір сөзі бар. Қандай болсаң, солай көрін дейді. Қандай болсаң, солай көрін. Қандай көрінсең, сондай бол дейді. Сондықтан біз өзіміздің ішкі құндылығымызбен өмір сүрейік. Үлгі ала ма, алмай ма, біз мақсат үлгі қылуды бірінші кезекке қойсақ, онда біз ішкі құндылығымызбен емес, біз сыртқы реакциямен өмір сүреміз. Яғни реактив болып кеттіңіз. Проактив болу үшін біз өзіміздің құндылығымызды жасайық, өзіміз жақсы көрген нәрсені, ұнатқан нәрсемізді, дұрыс деген нәрсені. Қалғандар үлгі ала ма, алмай ма, ол уже сыртқы мәселе. Егер біз фокусымызды үлгі болуға қойып қоятын болсақ, онда біз неге кетіп қаламыз? Көзбояушылық кетіп қалуымыз мүмкін. Сол үлгі болу үшін, ұнау үшін, солар сөйтіп айтсын деу үшін кетіп қалуымыз мүмкін. Ондайдың алдын алу үшін біз өзіміздің құндылығымызбен өмір сүрейік. Сосын шынайы болса адам ереді, ұнатқан жерін алады, ұнатпаған жерін алмайды. Сосын мен үлгімін дейтін болсақ, қателескен кезде қателікке де үлгі боласың. Ол да бір дұрыс емес деп ойлаймын. Ол да құлайтын болсаң, артындағы адамдар да шатасуы мүмкін. Сондықтан қатты айқайламай, мен анандаймын, мынандаймын демей, қолымнан келгенше бір-екі нәрсе істеуі мүмкін. Ұнап жатса, халық алар. Ал өзіңіз үшін тірілерден кім үлгі? Шын айтсам, белгілі бір адам маған үлгі деп айта алмаймын. Кумир емес, үлгі. Үлгі деп айта алмаймын белгілі бір адамды. Кейбір адамдардың бір қасиетін ұнауы мүмкін. Жалпы мен бір адамға табынуды, бір адамды бір осы менің кумирім, мен осының істегенін айна қатесіз жасаймын деп айта алмаймын. Ол әлемдік тұлға болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Қай жерден қандай жақсы бір адамның қасиетін көрем, соны алуға тырысамын. Жақсы кәсіби үлгі деп айтайыншы. Кім? Мен айта алмаймын қазір сізге. Мына адам кәсіби үлгі мынандай деп айта алмаймын. Жаңа айтып отырмын ғой. Бір адамның, мысалға, Марғұлан Сейсенбайдың жаңағындай көп оқитындығы, өзінің саласын білетіндігі ұнайды. Бірақ Марғұлан Сейсенбайдың бүкіл әрекеттері маған ұнайды дегенді білдірмейді ол. Әлбетте. Сол сияқты Мұхтар Тайжан, мысалы, Мұхтар Тайжанның күрескерлігі, бір істі табанды тұрда қоғамға нәтиже шығаруға жұмыс жасау, жер мәселесі болсын, басқа мәселесі болсын, соның бір қыры ұнауы мүмкін. Бір адамның саясаттағы салқындығы ұнауы мүмкін, бір адамның жомарттығы ұнауы мүмкін, бір адамның кәсіпкерліктегі мысалға бір жанкештігі ұнауы мүмкін. Сондықтан мен қазір айта алмаймын. Мысалы, Марғұланның да алатын жерімді алам, Мұхтар Тайжанның мынаусы дұрыс екен деп оны сыйлаймын. Бірақ мына адам менің өмірлік ұстазым, кумирім деп айта алмаймын. Жақсы. Мен бұл сұрағымды қазір басқаша қояйын. Мәселен, мен баспагермін. Баспагер ретінде кәсіби тұрғыда маған ресейлік Игорь Манн үлгі. Баспагер, оның өмірде қандай адам екенін білмеймін. Дастархан басында қандай, отбасында қандай, саяси ұстанымдары қандай, оны білмеймін. Баспагер ретінде мен одан үлгі алам, кітап шығарғанда үлгі алам. Осыған қатысты өзіңізге қандай да бір имамның моделін үлгі ретінде қарастырасыз ба? Қазақстанда қарастыра алмаймын. Қай жақтан қарастырасыз? Жаңа айтып отырмын ғой, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір жолын өзіме үлгі ретінде алам. Және кәсібилік тұрғысынан 4 халифаның өмір жолы маған қатты ұнайды. Мен соларды алам. Енді Рамадан Аль-Бути деген кісі болған, оның кейбір жақсы қасиеттерін алуға тырысамын.
Ал бірақ жаңағыдай осы кәсібилікте де мен бір адамды мен Шамиль Әлеудинов ше нәрселік. оның еңбекқорлығы, оның жаңағыдай аят хадистер тәпсірлеудегі осы заманға сай еріп әкеліп қоғамға пайдалы жасауы ұнайды. Бірақ адам ретінде, тұлға ретінде бүкіл мінезі, ұстанымдары 100% ұнайды деп айта алмаймын. Қолдаймын, бірақ менің кумирім емес. Жақсы. Кумир деп отқан жоқ. Кумир меніңше үлгі ретінде енді ол енді біз ол азаматпен бірге оқығанбыз. Ол менен бір 2 курс жоғары оқыды. Енді ТМД елдерінде бір шыққан жарық жұлдыз, көптеген кітаптың авторы және орыс тілді болғандықтан көптеген азаматтардың экстремистік немесе радикалдық жаққа өтіп кетпеуіне бөгет болып тұрған бір мықты ағартушы ретінде қабылдаймын. Ұлттық кеңес құрамындасыз, оның ықпал етерлік функциясы жоқтың қасы екенін ескерсек, тек кеңес беруші, бағыттаушы деген рөлін қаншалықты бағалайсыз, және шын мәнінде билік ұлттық кеңестің кеңесіне құлақ аса ма, оның потенциалын қалай бағалайсыз? Енді Бақытжан бауырым, өзіңді ұлттық кеңесте болдың. Ұлттық кеңестің радикал түрде бүкіл мемлекеттің қордаланып қалған 30 жылғы саяси болсын, мәдени болсын, бүкіл мәселесін шеше алмайтын қауқарың жоқ екенін көрдің, және ол жерден өзіңнің принципіңді қойып шықтың. Дұрыс қой? Иә, шықтым. Бірақ сен шықты екен деп ұлттық кеңес жұмысын тоқтатқан жоқ. Сен енді өзінің азамат ретінде пікірін білдің, мен оны сені сынамаймын, дұрыс деп те айтпаймын, ол өз шешімің. Бірақ сол жерде жүріп біз кейбір ұсыныстарды айтып жатсақ, ол орындала ма, орындалмай ма, әйтеуір бір елді дұрыс бағытқа өзгертуге, 1-2 ұсынысың болса да өтуіне мүмкіндік жасайтын бір мінбер ретінде әлі де мен үміттенемін, қарастырамын. Мысалға туризмге байланысты мәселелерді қазір көтерсем деп ниеттеніп отырмын. Сондықтан мен оны қоғамды кішкентай болса да алға жылжытуға үлес қосатын бір мінбер ретінде, тетік ретінде қараймын. Одан көп емес. Қатты үміттенудің керек жоғын, бүкіл реформаны жасап, ойбай Қазақстан өзгеріп деген бір мінбер емес, ол кеңестік, өзің атты айтып тұрғандай кеңес қана. Әлеуметтік желіде жазған посттарыңызды тағы бір алып қарастыратын болсақ, сыни тұрғыда айтылған пікірлеріңізде жоқ емес, мәселен сайлау кезінде, праймериз кезінде сыни пікірлер айттыңыз. Жалпы саясаттағы ұстанымыңыз қандай, және діни біліміңіз бен саяси біліміңіз тоғысатын жерлер бар ма? Енді мен айтып отырмын ғой, мен кәсіби саясаткер емеспін. Бірақ қоғамда болып жатқан кейбір мәселелерді көремін, сол жерде дұрыс емес екенін өзім түсінсем, дұрыс емес екенін айтамын. Басқа ештеңе емес. Ол қаншалық тоғысып жатыр, мен оны шын айтсам ара-жігін ажыратып білмеймін. Дұрыс деген нәрсені жазуға тырысамын. Саясат бола ма, ол мен оны тіпті саясат деп те қарамаймын. Енді қоғамдағы бір әділетсіздік ретінде болып жатқан бір халықтың қалауына қарсы бір мәселе ретінде қараймын. Сөйтем да соны жазамын. Мен бұны жүйелі түрде бір саясатпен айналысайын, одан бір нәрсе көздеп, мынаны жасасам, мынандай бір үлкен өзгеріс болады деп те үміттенбеймін. Тек қана бір азаматтық пікірім жазамын. Әр адам өзінің дұрыс деп білген нәрсесін жазса, салмақтап, мен ойлаймын, оның кішкене болса да, тамшыдай болса үлесі болады дегенге сенемін. Сол үшін ғана жазамын мен. Орыс ақыны Некрасов былай деген ғой, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан дейді. Осыны енді қазақшаға түрлендіріп айтсақ, имам болу өз еркің, азамат болу парызың деп айтсақ келсесіз бе? Енді бұны имам болу өз еркің, азамат болу парызың деп әртүрлі құбылып айта беруге болады. Енді ол имам бола ма, ол жүргізуші бола ма, ол мұғалім бола ма, ол журналист бола ма, ол кәсіпкер бола ма, осы елдің азаматы. Осы қоғамға қатысты, ортақ үйімізге қатысты ортақ заңдылықтар бар. Сол заңдылықтар бұзылған кезде, әділетсіздік орын алған кезде, кез келген адам мамандығына, кәсібилігіне қарамастан өзінің жаңағы азаматтық пікірін білдіру керек деп ойлаймын. Бағана сөзіңізде кітабыңыз туралы айтып өттіңіз, Кемел адам деген кітап. Қалай болып жатыр, қашан жарық көреді, қашан оқырманға жол тартады,
жалпы шығармашылығыңыз қалай көріп жатыр? Енді кемел адам деген кітап бұл жан-жақты дамыған, толық адам деген мағынаны білдіреді. Бұның арабшасы әл-инсанул кәмил, кемел адам деген. Бұл тақырыпта бірнеше кітаптар жарық көрген. Атауы бірдей болғанмен мазмұны бөлек бірақ. Абайда толық адам деген ұғым бар. Енді бұл сопылықтың сарынында рухани жетілген адамға көбірек айтылады кемел адам деп. Менің кемел адам кітабым бұл тұлғалық даму. Ол жаңағы бірінші кезекте рухани бай адам, өзінің құндылықтары бар, Алламен байланыс терең деген сияқты, мұсылман ретінде. Екіншісі бұл интеллектуал адам, зердесі жоғары интеллектуал адам. Үшіншіден бұл өзінің денсаулығын күтетін адам. Төртіншіден бұл өзінің ешкімге экономикалық тұрғыдан қаржылай тәуелсіз адам. Енді маған қоса беруге болады, отбасына қарайтын, бірақ бәрі ол құндылықтарға кетіп, бірақ осы төрт негізде мен жазып жатырмын. Оның ішінде біраз мәселелер бар, коммуникация бар ішінде, эмоциональный интеллект бар, қарсыз өмір сүруге байланысты кейбір ұстанымдар бар. Одан басқа бөлек жаңа айтылған қалай тамақтану керек, қалай ұйқыңды реттеу керек, қалай қозғалысқа мән беру керек, осылар қарастырылады. Кеше бір кісіге редакциялауға берген бірнеше бөлімін, сол енді психологиялық кітапқа көбірек келеді деген сияқты баға берді. Енді мен ойлаған бұны тезірек жазып бітем ба деп, бірақ енді өзімнің кішкене жалқаулығым болды бір кездері шабыт келмеді, күй таңдайтын адам өзім, мен отыраса бана кейбір адамдар сияқты бір нәрсені жазып тастаймын, кейде болады. Жуынып жатсам да бір мәселе миыма кірсе, сонымен айналысып кетем, ойым сода болады. Мен ислам ғылым қал деген кітап жазған кезде мен машинаға кіріп кеткен, соны ішіне кіріп кеткен кездер болды. Қазірде жаңағындай кейде күй таңдайтын кездер күтіп қалам. Бірақ қазір кітаптың соңғы бөліміне келдім. Ау мен бау қалды деп айтуға болады. Құдай қаласа осы күзде тұсаукесер өтеді деп ниеттеніп отырмын. Кітабыңыздың оқырманы көп болсын. Бүгінге соңғы сұрағым, Қайрат мырза, бақытты болу үшін адамға не керек? Жүрегі тыныш болса, ол адам бақытты. Ал жүректің тыныштығы мәнді табуда. Кейде ол адамдар мәнсіз нәрсенің артынан жүгіріп жүреді, жетеді, бірақ мәнді таппағандықтан бақытсыз. Сондықтан өмірдің кез келген істің мәнін табаса адам бақытты болады. Жақсы, уақыт бөліп осы сұхбат бергеніңізге алғысым шексіз. Бүгінге біздің бағдарламамыз аяқталды. Сізге көп сәттілік тілеймін. Табысты бола беріңіз, оқырманыңыз көп болсын. Достар, біздің сұхбатымыз бүгінге тамам. Біздің парақшамызға жазылып, каналымызға жазылып кешіріңіз, лайк басып, түртіп қоңыраушаны және пікір жазып қалдыруды да ұмытпаңыз. Келесі рет кездескенше сау болыңыз.